Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Іш кебудің жағымсыз әсері дәл қазіргі уақытта көптеген аурулармен қатар әртүрлі антибиотиктерді ішіп, кез келген адамды мазалап жүрген аурулардың бір түріне айналды. Түнгі ұйқы бұзылып, кез келген орында қолайсыздық әкелетін мұндай жағдай адамды әлсіретіп, ұйқышыл болып, ішкен асын қорыта алмай, кейде сасық жел шығару, кейде шығара алмай да қиналып жатады. Асқазан ішек жолына газ көп жиналып қалса, іш кебеді. Қалыпты жағдайда оның мөлшері 700-1000 мл аралығында болуы керек, ал 1500 мл ауадан көп көрсеткіш оның нормадан асқанын білдіреді. Сол үшін құрсақ қуысы кеңейеді және онымен бірге түйіліп, ауырып, жүрек айну, ауырлық сезіну секілді басқа да белгілерді орын алады. Мұндай жағдайда әсіресе жиі мазаламас үшін іш кебудің себептерін білген жөн. Ауру астан демекші, адам асығып немесе жүріп тамақ жесе және тамақ ішіп отырып, қасындағы адаммен әңгіме айтып отырса, ол тамақпен бірге ауа көп жұтып қояды. Сондай-ақ жиі сағыз шайнайтын және жиі темекі тартатын адамдарда іші кебеді. Егер осы факторлардың себебінен іш кепсе, ауаның бір бөлігін кекіру арқылы шығарады да, қалғанын асқазанға жиналып, жағымсыз белгілердің себебіне айналады. Қазіргі таңда дұрыс тамақтанбаудың әсерінен асқазан жолдарындағы зиянды бактериялардың шоғырлану деңгейі де жоғарылап тұр. Бактериялардың жоғары болуы бактериялардың өсу синдромы деп атайды. Жаман бактериялар үшін дисбактериоз да пайда болады. Бұл аурулардың кесірінен асқазандағы тамақ нашар сіңеді, сондықтан іш кебеді және басқа да жағымсыз әсерлер пайда болады. Ол дәрілердің немесе диетаның көмегімен ішекті бактериялардан тепе-теңдігін қалыпқа келтіру қолайлы шешім табады. Ішекке зиянды бактериялар жұқпалы аурулар лейкоциттердің деңгейін арттырады және қабынуды шақырады. Жамбас аймағы немесе асқазан ішек жолы зақымданса, ауру сезіміне қосымша ісік және құрсақ қуысының кебуі, лимфа түйіндері ісініп кетеді. Мұндай кезде дәрігерге қаралу керек. Антибиотикті шектен тыс көп қолдану да іштің кебуіне әкеледі. Сондай-ақ әдетте дәрігерлер антибиотиктерді тағайындаған кезде ішекті қалыпта ұстап тұратын қосымша пробиотиктерді ұсынады. Осы антибиотиктерді қабылдаған кезде міндетті түрде пробиотиктерді қабылдаған дұрыс. Ауру астан демекші, күнделікті ішіп жеген тағамдарыңызда майлы, қуырылған, газды, ащы, тәтті заттардан бас тартыңыз. Қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді. Бүйрек ауруына шалдықтырады. Ағзадағы хром микроэлементтің жетіспеуі болуы мүмкін. Осы жерде хром туралы айта кетсем, хром жетіспеушілігі ұйқы безінің күрделі бұзылуына, сол қант диабетіне әкелуі мүмкін. Ағзада хром тапшылығы болса, қант диабеті, қандағы холестерин деңгейі жоғары болады үнемі, атеросклероз, жүрек ауруларының дамуына әкеледі. Денсаулықты сақтау және әртүрлі аурулардың алдын алу үшін хромды дұрыс қабылдау қажет. Қанттан бас тартуымыз керек. Ағзадағы хромның микроэлементінің жетіспеушілігі осы қанттың көп қолданғандығынан төмендеп кетеді. Сүт безі, қуық асты безі қатерлі ісігіне әкеліп соқтырады. Глюкоза мен инсулин мөлшерін жоғарылатады. Кальций мен магнийдің бойыңызға сіңуін бұзады. Көзіңіздің көруін төмендетеді. Қан құрамындағы гемоглобинді жоғарылатады. Ойық жаралы колит ауруына шалдықтыруы мүмкін. Хромды әсіресе теңіз өнімдерде өте көп, балықта, шаянда, ащаянда, сол сияқты ірімшік өнімдерінде де өте көп. Қан талдамасында қандағы гемоглобиннің жоғары көрсеткіші осы хромның жетіспеушілігінен пайда болады. Гемоглобиніңіз шын мәнінде төмен, бірақ қан талдамасында жоғары көрсетіп тұрады. Таңертең аш қарынға су ішу өте пайдалы. Адам ағзасындағы түнде өзін қалыпқа келтіретін токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін тазалау процесін
белсенді жүргізуге көмегін тигізеді. Зиянды қалдықтарды дәретпен терімен бірге сыртқа шығарады. Одан бөлек су бұлшықет пен қан жасушаларының өндіруіне көмектеседі. Зат алмасуын жақсартады. Су адам ағзасындағы зат алмасуды тез жүруіне әсер етеді. Неміс ғалымдарының айтуынша, аш қарынға ішілген су зат алмасуды 24%-ға дейін жылдамдатады екен. Ал зат алмасу өз кезегінде ас қорыту жүйесін жақсартып, арықтауға көмектеседі. Суды жылыдай ішкен жөн. Асқазандағы қыжылды басады. Асқазанда қыжыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Ал аш қарындағы жылы су ішіп отырып, асқазан қышқылын реттеп, қыжылды басуға болады. Су асқазан қышқылын сұйылтып, ағзадан токсиндерді шайып шығарады. Содан бүйректе тас пайда болуы мен қуыққа инфекция жиналудың алдын алады. Қарынға ішілген жылы су ағзадағы лимфалық жүйесін қалыпқа келтіріп, вирус пен бактерия сынды ауру туғызушы патогендерге қарсы тұрып, иммунитет жүйесін күшеюіне қамтамасыз етеді. Күнделікті алып таңертең аш қарынға жылы су, яғни 50-60 градустағы қайнатылған суды ішкен өте пайдалы. Ішектеріңіздің дұрыс жүруіне, әрі ағзаңызға иммунитеттің көтерілуіне, терілеріңіздің жақсаруына, ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне өте көп көмегін тигізеді. Әйелдердің гормонды күйінің өзгеруі әйелдердің етеккірінің келерінің алдында немесе одан кейін іштің кебуі мүмкін. Бұл олардың ағзадағы гормондардың мөлшерінің өзгеруімен байланысты. Яғни сізде күнделікті дұрыс ұйықтамау немесе көп ашулану, көптеген антибиотиктерді қабылдау да гормонның бұзылуына әкелуі мүмкін. Ағзадағы судың жетіспеуі де шөлмен қатар көп ұзамай іш кебуді сусыздану кезінде болашақта мұндай жағдайда орын алмас үшін ағзадағы барынша көп ылғал жинауға тырысыңыз. Оған қоса газ да көбейеді. Оның себебі ісік, іш кебу және дәрет проблемалары пайда болады. Адамдардың жасы өсе келе, оның ас қорыту жүйесі әлсірей береді. Сондықтан тонусты ұстау маңызды. Жылына кем дегенде 1 рет гастроэнтерологқа қаралу керек. Аз қозғалыстың өмір салтының ішектер жұмысының нашарлауы да ықпал етеді. Сонымен қатар көп қимылдау іш кебуді немесе асқазандағы ішектік жолдарын басқа да проблемаларын мазалайды. Іштің кебуінен қалай құтылуға болады? Осы мәселеге келсек, іштің кебуінен іштегі қоректік заттарды сіңуіне және улы заттарды шығаруға көмектесетін пайдалы бактерияларды, яғни табиғи пробиотикті қолдануыңызға болады. Яғни пробиотик іштің желденуі мен жағымсыз иістерді шығарудан құтқарады. Видеоның астына сілтеме қалдырамын, қарап көріңіздер. Ол видеода циститті өте тиімді жолмен кетіруге болатындығын, яғни цистит қайталанбайтындай өте пайдалы кеңестер берілген. Қарап көріңіздер, сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер, ауырмаңыздар, ем болсын.